Батыр. Қазақта сөз бар, ер жыласа, жер жылайды. Бүкіл жер жылап жатыр деп түсінемін мен. Бізді Алла Тағала адам етіп жаратса, бірақ біз ежелден бері орыс пен Қытайдың бодауынан құтылып шыға алмай жатырмыз. Осыған біз өзімізден кінә іздеп көрейік те бір уақыт. Бәлкім біз өзіміздің қателіктерімізден Алла Тағала біз жазалап жатқан шығар. Неге біз осы ежелден бері берекесіздікпен алауыздық, сатқындық, шпиондық қайтып отыр, бізді құртып келе жатыр. Біз өзіміздің батырымызды мойындай алмай отырмыз. Серікжан Біләшті әлі күнге дейін тыңдамайтын қазақ бар. Оған қарсы болатын қазақ бар, біз оны қалай түсіндіреміз? Шәкәрім Құдайберді айтады. Қайдан келдім, кімге пайдам, өлген соң не болам дейді. Адам болудың өзі ұшақ басқыш екен. Алладан келдік, Алла жаратты солай ма? Және кімге пайдам дейді. Адам баласына пайда келтіру керек. Бұл жерде тек қазақ деп сөйлемеу керек. Менің ұстаным. Өйткені Қытайда бүкіл мұсылман қауымы зиян шегіп жатыр. Бүкіл Қазақстандағы қазақ тілді қазақтар зиян шегіп жатыр. Енді қайту керек біз. Енді осының бәрін айтып жырлағаннан еш нәрсе өнбейді. Енді не істеу керек дегенді ойласу керек ағай. Менің қолымнан не келеді емес, мен не істей алам деп ойлау керек. Бағанадан бір кісілер айтып жатыр енді. Алла риза болсын. Біз сіздерге қосыламыз, қолдаймыз. Болмаса тілектеспіз. Жоқ, мен сізбен бірге жұмыс жасайын деп айту керек. Анау торғай екеш, торғайдың өзі таңертең ұшып шығып, кеш жақын балапанның азығын жинап барады. Біз торғай құрлы болмай тұрмыз бағайын. Мен келдім, 2 жыл болды маған. Мен Қытайда 4 рет лагерге ұсталған жігітпін. Айтқан жоқпын мен. Уақыты келгенде бәрін жайып салам мен. Қанша күн отырдым, қаншама сұраққа жауап бердім. Қытай маған қалай қысым жасады? Қандай түрмеге кіргізді, қалай көзір салды, аяғыма кісен салды. Мен мәңгі ұмытпаймын оны. Бірақ Құдай қуат бергенде Шиянға қашып арқылы Қытайдың ішкі өлкесінен опос өткеп, одан кейін Қазақстанға оқуға барам деп қашып кеткен адаммын. Әке шешем, бүкіл туысым сол жақта. Бірақ ешкім қиналып жатқан жоқ. Сөйтсе де мені әкем, шешем мені еркек қып, ер қып туғаннан кейін мен өз басымды күйттеп кетсем, менің болғанымның болмағаным жақсы ғой. Мен туғандады қалжа жеді ғой. Сол үшін мен әке шешем туыс туғаным бәрі жақсы. Бірақ мен Қытайда қалған елім үшін шырылдап жүрмін ағай. Бірінші болып біз үндеу тастағанбыз, көрген шығарсыздар. Қытайдың кеңесі тоқтасын, Қытайдағы әділетсіз зұлымдық тоқтасын деп осы неше айдың алдында біз үндеу тастағанбыз. Және Қазақстандағы белгілі адамдармен бірлікте. Біз ата жұртпен бірге жұмыс жасап жатқан емеспіз, бірақ та біздің мақсатымыз бір. Елегеніміз бір терінің пұшпағы. Ол тағы тек Қытайдағы, Алтайдың ар жағында қазақтарға емес, бүкіл әлемдегі қазақтарға біз жұмыс жасап жатырмыз. Бүкіл қазақ бірігіп, осы қасіреттен құтылатын уақыт жетті енді. Бөліну деген не сұмдық ол? Руға бөліну деген не сұмдық? Біз осы надандықтан қашан құтыламыз? Біз осын ашық айтып, қазақ айтады, ел бастайтын көсем бар, сөз бастайтын шешем бар дейді. Тойға келген сияқты бәріміз сөз сөйлеу емес. Көсем болды ма, соған ілесу керек. Шешем болды ма, соны сөйлету керек. Бәріміз келеміз да бас-басымызға бей боламыз. Абай айтқан, бас-басына болып бей болған, өңкей қиқым. Бұзбады ма мінеки елдің сиқын деп. Соған біз өзіміздің биемізді сайлап, соған ілесіп жұмыс жасап жатырмыз. Мен не істей алам емес, мен қолымнан келгеннің бәрін істеуім керек. Өйткені 2 адам өлмейді екен. Соны білейік ағайын. Жақсының аты өлмейді, ғалымның қат өлмейді. Ғалым болып, бүкіл адамзатқа, елге жаңалық ашып кетіңіз. Болмаса жақсы болып,
тірлік жасаңыз. Күнделікті күйбең, тамақ тауып, қатын, бала шағаны бағу, ол иттің тірлігі. Жаласа да табанын итте бір күнін көре алар дейді. Бүкіл адамдар әзір. Қытайдан келгендер болсын, басқа жақтан. Бала шағамды бағып жүрмін, асырап жүрмін, айналайын. Ол азаматтық деңгей емес, ол әдеттегі тірлік ол. Оны Абай атамыз хайуан деп айтқан. Егер адам өзінің басынған ойлайтын болса, оның хайуаннан ешқандай парқы жоқ дейді. Басқа біреуге пайдам тисін, сөзімнен, ісімнен, байлығымнан, ғылымнан басқа адамға пайдам тисін деп істемеген адам ол адам емес дейді. Енді қайту керекпіз. Енді барлығымыз жұмыс жасау керекпіз. Ол күніңді көресің, өлмейсің. Алла тағала біз туған кезде біздің маңдайымызға жазып қойған рыздығымызды. Сен тұғыр, анау егіз қозы туған қой үшін Алла тағала бір шөптің басын айырғып қайтеді, шығарады. Қытайда қандастарымыз қырылып жатыр, көздер бақырайып, бізден үміт етіп жатыр. Олар біз қашан келіп құтқарады деп отыр. Біз мына жақта тойлап жүрміз. Күлкімізді тия алмай жүрміз. Бәсекелесіп жүрміз. Ана боқ дүние үшін. Талай жерге барып айтайын десең, анау ақсақалдар сол сөзді айтатын, әттең айтпайды. Не істейсің? Айту керек. Істеу керек. Сөйтіп бар жұмысымыз жасап отырмыз. Сондықтан ағайындар, ер туса ел үшін дейді. Ер азамат ел үшін. Әйел адамның ең үлкен мақсаты ерін бағу, бала шағасын бағу екен. Ер адам бізді анамыз еркек туған кезде елімді қорғасын деп туады екен. Соған кезіндегі Осман батырлар өлгенше қайтты, құс жастық жастанып кетті. Ұйықтаған жоқ түнде. Түнде найзасымен мылтығын кезеп қойып ерге сүйеніп ұйықтады. Сөйтіп қайтты, бүгінгі біздің ұрпақтарды алып қалды. Ендігі біздің сондай тыныш ұйықтайтын уақытымыз жоқ. Біз қазір өте қатерлі соғыстар жасап жатырмыз. Бұрын біздің жауларымыз ашық болатын, ашық келетінде. Қазір біздің жауларымыз астыртын, өте құпия түрде соғыс ашып жатыр бізге. Интернет арқылы. Және біздің ішіміздегі ақшағымар, бейшара, міскіндерді сату алу арқылы бізге қастандық жасап жатыр. Сол үшін қайту керек. Біз осындай сезінгеннен кейін енді қайту керек. Екінші басқыш іске көшу керек. Өлім ол Алланың ісі, естеріңізде болсын. Сен 40 жыл қырғын болса да ажалды өледі дейді. Оқ борап тұрса да ажалың болмасы өлмейсің. Егер Құдай тағала бізге маңдайымызға жазып қойса, мен баяғыда бірінші түрмеге, Үрімжінің бірінші түрмесінде қамалғанмын. Ниязүгіде ұсталып. Содан аман шыққан ағайын. Кезіндегі ақыт жатқан, таңжар жатқан түрмеге ұсталғам, Теміртамда. Бірақ ажалым болмағандықтан мен осы жерге отырмын. Сондықтан сіздер ешқашан өлімнен қорқпаңыздар. Өлім ешкімнің қолында емес. Тек қана Алланың шешімімен болады ол. Енді қайту керек. Осы өлмес күнің келмеу, өлетін күнің келмей тұрып қайту керек. Өлмейтін тарих жасап кету керексің да. Ертең күні сенің мәңгілік атың, ерлік жасаған ісің ұрпағыңнан ұрпағыңа барады. 4 айдың 29 күні Меккеде умраға жылы өтеп жүрдім. Сонда 4 айдың 29-ы көрдім дағы Осман бабамыздың қайтыс шейіт болған күні екен ғой. Негізі бір нағашы атама бір умраға жасайын деп отқан бедел умра. Дереу өзгерттім да Османға арнап жібердім, Осман атамыз. Сосын қайтып келгеннен кейін елдер айтады, сен не мол қылмедің дейді. Міне көрдің бе, біздің бейшаралығымыз сол. Біз әлі молқы керей деген деңгейден шыға алмай жатырмыз. Ол Оспан, бұл керейдің ғана қан емес, бұл бүкіл қазақтың қаны, бүкіл қазақтың батыры. Біз сондай әлемдік деңгейге шықпайынша, біз үлкен жұмыстар жасай алмаймыз ағайын. Сондықтан осында отырған ағалар, аталар, сіздерге рахмет бірінші. Сіздер осы жерге келгендеріңізге рахмет. Екінші, қайтқаннан кейін біреуіңізге 100 адамнан міндет ету керек та, 100 адамнан топтастыру керек. Сонда күш бірлікті көп қорқытады, терең батырады. Ертең күні топқа шығып, топтасып тұрып айтатын болса, кім қорықпайды бізден? Анау бір кішкентай мысал айтайын. Сүлеймен пайғамбардың кезінде қайсы күн естігем? Шала болса да. Сүлеймен пайғамбардан бұл құмырсқан келіп жәрдем сұрай ма, жауын сұрай ма сондай. Сонда оған көмектеспейді. Кейін
Құдай тағаладан сұрайды құмырсқа. Өзінің артындағы және құмырсқалармен бірге. Сонда Құдай тағала Сүлейменсіз қайтеді, құмырсқаның тілегін қабыл қылып жібереді екен. Содан кейін соған айта салайын. Сүлеймен сұрайды ғой бірінші жаңбыр. Бермей қалады. Бермей қалады. Содан кейін құмырсқа сұрайды. Содан құмырсқа сұрағанда береді ғой. Енді айтайын. Сүлеймен ренжиді. Неге сіз мен пайғамбарым бермей қалды дегенді айтады ғой. Сіз жалғыз сұрадыңыз. Алдында құмырсқа сұрағанда артында көп жамағаты әмин деп айтты. Құмырсқа болса да артында жамағаты бар депті. Көрдіңіз ба? Айтпақшы болған. Құмырсқа екінші құмырсқаның артында жамағатына бола Сүлейменнен оның дұғасы қабыл болып кеткен. Соған бүгін мен жеке тірлігіме кетіп бара жатқанда Гүлжан әпкеміз шақырды. Мен қайырылып келдім Тұрардан. Неге? Қытайдағы қырылып жатқан қандасым менің бүкіл жұмысымнан ағай. Бүкіл менің тірлігімнен маңызды ол. Өйткені Құдай тағала мені осы жерге жіберді тірі етіп, аналарды қорғасыншы деп. Сіз де соның біреусіз. Сіздің Қазақстанға тірі келуіңіз, өлмей қалуыңыз, сіз солардың хан қарызы сіздердің мойындарыңызда. Бір-бірімізге қарызбыз ағайын. Бір-бірімізге қарызымыз өтелмей тұрып, Алла тағаланың алдында қарызымызды қайтара алмаймыз, мен сіздерге айтайын. Осы жерде шырылдап жатқан қазаққа да біз қарыздармыз. Қазақтың шетелге байға тиіп жатқан қыздар үшін де біз жауап береміз. Сіз ойлап қалмаңыз ол елдің тірлігі деп. Өйткені Құдай тағала бүкіл нәрседен қайтеді, бізге сұрақ қояды. Сондықтан мына қарыздарымызды, мына парыздан да қарыз маңызды екен. Парыздан қарыз маңызды екен. Мен соны жақында түсіндім. Сол қарызымызды, адамгершілік қарызымызды, ар-ұждан қарызымызды қайтарайық. Осыны қайтармай тұрып өліп кетсек, Құдай тағаланың алдына барғанда істеген тірлігінен ешқандай өнім шықпайды. Ақыретімізді ойлайық, осы күнімізді ойлайық, қолымыздан не келеді соның бәрін жасайық. Ешкімге үміт артпайық. Анау жасап береді, анау жоғары жақта отырғандар жасап береді, мына жақтағылар жасап береді дегенді қойыңыз, сіз өзіңіз жасаңыз. Сіз өзіңіздегі мүмкіндігіңіз қайтеді, соған жетеді. Алла қуат берсін, аман болыңыз. Амин.